Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Баршаңыздың күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін мен хит қуырдақ жасайын деп шештім. Алдымен қазанымызды отқа қойып, қыздырып, осында құйрық майды саламыз. Алдын ала кесіліп дайындалған бөлшектерге бөліп, осында етімді салып жатырмын. Мен бүгін сиырдың етінен жасайын деп шештім. Тез қуырдағым тез дайын болу үшін осындай майдалап кестім. Енді осы хит қуырдағымызға бір зуала қамыр илеуім керек. Өзіме қажетті ғана ұнымды алдым. Құрметті көрермендер, өздеріңізге жететіндей ғана ұн аласыздар. Суымды дайындап, бір жұмыртқамды салып, қамырымды илеймін. Суға тұз салуды ұмытпаңыздар. Әркім өзінің қалауынша салады тұзды. Қамырымызды жақсылап илеп, демалуға қоямыз. Енді алдын ала турап дайындап қойған картобыммен айналысамын. Оған бір қасық тұзымды салып, дәмдеуіш салып үстінен. Әркім өз қалауынша дәмдеуішін, қалаған дәмдеуішін салады. Бұл жарнама емес. Осындай дәмдеуішімді салып араластырып, жақсылап араластырамыз. Тұзымыз бен дәмдеуішіміз осы картопқа жағылуы керек. Құрметті көрермендер, менің каналымды қолдап, лайкты басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді жазып кетулеріңізді өтінемін. Ал енді қазанымызды ашамыз. Міне еттің суы тартылып, әдемі болып шатырлап қуырылып жатыр. Енді үстінен дәмдеушімді салып, турап қойған пиязымды, сәбізімді саламын. Пияз бен сәбізді жақсылап үстіп еттің бетіне жайғастырамыз. Қолыммен жасап жатыр демеңіздер, қолым таза, жуылған. Енді үстінен картобымызды саламыз. Тұздап дәмдеуішке араласқан картобымызды салып, қазанымыздың бетін жауып қоямыз. Осылайша кішкене су құйсаңыздар болады. Енді өзіміздің илеген бір зуала қамырымыз демін алып, иі қанып әдемі болып тұр. Осы қамырды жаюмен айналысамын. Бір қайырып жайайын деп жатырмын. Онымызды сеуіп, үстіп қамыр жаямыз. Қамырымызды жұмсақ қылып илейміз. Қатты қылмай жұмсақ қылып илейміз. Тез әдемі жайылады. Осындай қылып жаямыз. Құрметті көрермендер, міне менің қамырым астына мынау немнің суреті көрініп тұр. Осылайша екіге бөліп, нан қуырдағымдай осы духовкаға қамырымды салып кептіріп алайын деп отырмын. Кепкен қамыр өте ерекше болады дәмі. Жасап көрген болсаңыздар білесіздер. Екінші қамырымды салып қоямын. Екінші қамырым құрғағанша қамырым үстіне майын жағып, жақсылап екі бетіне де май жағыңыздар. Осындай кептірілген укропымды сеуіп, тығыздамай ораймыз. Қатты тығыз қылмай, осылайша жеймендеп ораймыз. Қамырымызды екіге бөліп, және де бірнеше бөліктерге тағы бөлеміз. Қамырымыз осындай болады арасы. Өте дәмді, керемет болады. Қуырдақ майлы болатын білесіздер. Осындай майлы тамақпен осындай қамырды жесеңіздер өте дәмді болады. Егер қамырларыңыз дұрыс оралмай қалған болса, осылай ашып, қайдадан орап жіберсеңіздер болады. Кішкентай болып қалған қамырларды бір-біріне біріктіріп, осылай орай салсаңыздар да болады. Екінші қамырымызды да осылай жасаймыз. Майын жағып,
Қамырымызды кесіп және бірнеше бөлікке бөліп дайындаймыз. Бәрін осындай бір ыдысқа жинап алып, осылайша дұрыстайтын қамырларыңызды әдемелеп дұрыстап, бәрін жинастырып болған соң қазанымызды ашып, үстіп қамырларымызды орналастырамыз. Салып болған соң жарты сағатқа пісуге қойып қоямыз. Бәрін үстіп орналастырып, жайғастырып болып, бір 10 минуттан кейін қазанымызды ашып, бетіне ыстық қайнаған судан сеуіп шығамыз қамырдың бетіне. Міне менің тамағым дайын болды, қамырым пісті. Өте әдемі, керемет болып тұр. Қамырды бөліп алып, тамағымды араластырып салып, қамырды үстіне қайта жайғап салдым. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған Дәмді ас каналы.